2000 жыл бұрын жаратушы Құдай осы жерге Исаның атымен келіп, жаңа келісімді бекітті. Жаңа келісім арқылы күнә мен өлімнен азап шегетін Құдайдың балалары күнәларының кешірілуіне және мәңгілік өмірге ие бола алады. Үш жыл бойы Иса шәкірттеріне жаңа келісімді сақтаудың үлгісін көрсетті. Мен сендерге қалай қызмет етсем, сендер де солай етсін деп үлгі көрсеттім. Қайта тірілгеннен кейін Иса шәкірттерінен барлық адамдарға құтқарылу үшін жаңа келісімді сақтауға үйретуді сұрады. Исаның сөздеріне сүйене отырып, шәкірттері жаңа келісім туралы уағыздады. Күнәларымыздың кешірілуіне ие болатын жаңа келісімде ғибадат ету ережелері бар. Ер адам ғибадат кезінде басын жапса, Құдайды құрметтемейді. Ал әйел басын жаппаса, өз басын құрметтемегені. Жаңа келісімге сәйкес келетін шіркеуде ғибадат кезінде әйел бас орамал тағады, ал ер адам тақпайды. Алайда Иса көкке көтерілгеннен кейін кейбір әйелдер бас орамалда киюдің қажеті жоқ екенін айтты. Осыған байланысты елші Паул оларды бас орамалда киюге шақырып, ұзын шаштың адам табиғаты бойынша әйелге әдемі көрінетінін түсіндіреді. Өздерің пайымдап ақылға салыңдаршы. Әйелдің басын жаппай Құдайға сыйынуы әдепке жатама. Табиғи түйсіктеріңнің өзі сендерді ұзын шаш еркек үшін ұят екенін үйретпей ме? Ал әйел үшін шашын өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы әйелге басын жабатын жамылғы ретінде берілген. Егер де біреу бұл туралы айтысқысы келсе, бізде де Құдайдың өзге қауымдарында да мұндай салт жоқ. Киелі кітапта әйелдің ғибадат кезінде басын орамалмен жабуы керектігі анық айтылған. Ғибадат ету кезінде әйелге бас орамалда кию тәжірибесі. Иса үйреткен және елші Паул уағыздаған жаңа келісім ережелерінің бірі болып табылады.